Қайырлы күн баршаңызға достар. Бүгін сіздермен асқабақ қосылған самса дайындайтын боламыз. Ең алдымен осылай қамырымды жайып дайындап, майын жағып холодильникке салып қойған болатын тұғымын. Енді алып, барлығын бір көлемде бір келкетіп алып, жайып алатын боламыз. Дайын қамырдың осынысы жақсы. Керек кезде алып қолданатын, кешке ауыз ашар уақытысына асқабақтан жасалған самса дайындайтын боламыз. Өте дәмді, жұмсақ, хрустящий болып шығатын самсаларды бір кетсе дайындайтын боламыз. Осылай бір келіп кетіп жайып аламыз. Міне начинкасы дайын. Барлығын осылай бір келіп кетіп қойып, салмасын салып аламыз ортасына. Асқабақтан жасалған самса өте керемет болады. Дәруменге бай, витамин өте күшті. Міндетті түрде менің осы рецептім бойынша істеп көріңіздер. Міне осылай әртүрлі формада бүгіп, түйіп жасауға болады. Және пешімізді қыздырып дайындап қоямыз. Осы уақытта осылай тапамызға салып, бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, және күнжетімізді сеуіп аламыз. Қызып тұрған тапамызды пешімізге салып, осылай пісіріп аламыз. Өте қып-қызыл, әдемі болып шығады. Көріп тұрғандарыңыздай міндетті түрде отбасыларыңызға жасап берулеріңізді кеңес беремін. Лайк басып